Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге жебе арнасы. Ақыры біз патша дәрежесі анимесінің соңғы бөліміне жеттік. Видео ұнаса, лайк басып қолдап кетіңіз. Полагаться на других – эта штука да нельзя важная. Десхенің зұлым Миранжо жайлы айтып жатқанын естіген Боджи өзінің анасын қалай өлтіріп жатқанын есіне түсіреді. Анасы Боджиді өз денесімен жауып құтқарды, соның арқасында Боджи қазір тірі. Айнаның ішіндегі Миранжо есімді қызды қорғай алатын тек қана патша босс. Бірақ Десхені бұл қорқытпайды. Жерасты патшасы гигантты қайтадан абақтыға қамауды бұйырады. Гигант абақтыға өзінің сатқындығы үшін қамалған екен. Көптеген жылдар бұрын Десхенің әскерлері гиганттың балаларын өздерінің мақсатына қолданған. Бұған шыдамаған гигант өзінің қандастарына қосылып Десхеге қарсы шыққан. Боджи досына қанша айып тақса да оны қорғайды. Және Ханзада патшаның алыпқа жіберген найзағайын тоқтатады. Содан соң Боджи қылышын тастап, Каги арқылы оған соғыстың қажет емес екенін түсіндіреді және жақсылық пен досын жайына қалдыруды сұрайды. Ханзада Дес бағасына кішкентай Ханзадамен байланыспа деп ескертеді. Оның сырт келбеті алдай береді және Боджиді жеңу мүмкін емес. Патша босса өте мықты, сондықтан қамалды күшпен аламын деген ой ақымақтық. Сондықтан Деспаның өте мықты жоспар бар, Боджиді әкесіне қарсы қою. Десхе гигантқа менің әскерлерімнің қатарына қосыл дейді. Боджи қылышын көтеріп өзінің досын қорғап жатқан кезде патша гигантқа кішкентай баланың артына тығылма, жай ғана менің әскерімнің қатарына қосылып бізбен бірге қайт дейді. Олар кетіп қалады және жерасты әлемінің есігінің алдында Боджи, Каги, Хукура, Дормыс қалады. Екі рыцар Ханзаданың алдында басын иіп кешірім сұрайды. Каги ашуланып, оларға ішіндегісінің бәрін айтып тастайды және Ханзаданы құтқарғанын да мақтанып айтады. Балақай бұрынғы достарын кешіруге дайын, бірақ ол Дормысқа қараған сәтте оны сатып кеткен кезде есіне түседі. Солай Ханзада қашып кетеді. Каги балаға әріптестеріңе кек ұстама деп айтады. Хукура Ханзада бізді болашақта кешіре алатындай өмір сүрейік деп айтады. Және де бұл өмір жолын жерасты әлемінің есігін сындырудан бастайық деп ұсынады. Көшенің ортасында Деспа енді не істейтінін ойланып тұрған еді. Сол кезде Окен жіпті үзіп босап шығады. Сатун жерасты әлемінің бұрынғы патшасы және үш ағайындының әкесі Десхе, Деспа, Окен. Сатун тақта отырған кезде патшалықта көп қан төгілді, бірақ үш ағайынды өз әкесін тоқтатты. Окен ажалсыздықты алғаннан кейін ағасы оны абақтыға қамауға мәжбүр болды. Бірақ қара рыцарға көмекке Миранжо келді. Боджи есінен танып жатқан Апысты тауып алады және оны сүйреп қауіпсіз жерге апармақшы болды. Қылмыскерлер Миранжоны алып алысқа кете берді. Және Айна Окенді оятады. Окен әскерлерге қарғысын жіберіп, оларды қатырып өзі қашып кетеді. Өзіне келген Апис Боджиға Миранжоның зұлым жоспарларын айтып береді. Және патша босс Даиданың денесін емденіп алғанында Боджи біледі. Миранжо бұның бәрін әдейі істеген, патша босстың жалғыз әйелі болу үшін. Апис өзінің ханшайымына қарсы шыға алмайды, бірақ Боджидің күші оны қатты таңғалдырады. Жігіттің патшалықты қорғайтынына сеніп, оны жібереді. Боджи жолда қамалға қайтып оралып келе жатқан Ханзада Окенді кездестіреді. Хукура мен Дормыс жерасты әлемінің есігін өртейді және Ханзаданы қорғау үшін оған қайтып оралуды жоспарлайды. Айнаның бұйрығымен басты қылмыскер тақта отырып Айнаны қорғады, бірақ Миранжо қылмыскерлерге өзінің алдағы жоспарын айтпаған еді. Окен пайда болып, керек емес адамдардың көзін құртқысы келді. Боджи басты қылмыскерді байлап, Окенмен шайқаспақшы болды. Сол сәтте Деспа Боджиді тоқтатуға асықты. Себебі Окенді жеңуге Ханзаданың күші жетпейді. Расында да Ханзаданың күші Окенге әсер етпеді. Айна өз сөзінде байқамай балаға қаш деп кеңес береді. Бірақ Боджи бастаған ісін соңына дейін жеткіземін деп шешеді. Тіпті Кагенің сөздері де әсер етпеді. Бевин патша бос отырған абақтыға келіп, патшадан сенің мақсатың не деп сұрайды. Патша жанында болған адамдар үшін уайымдайтын айтады, бірақ Миранжо маған бәрінен де қымбат дейді. Хейлинг өзінің оққағарларымен бірге Аписті тауып алады және патшайым соңғы күшімен соңғы сиқырлы сусынын құртып Аписті дүниеге қайтадан алып келеді. Сатқынның сөзін тыңдап болған соң Хейлинг Аписке Миранжоны құтқар дейді. Бірақ ол сөзді не үшін айтқанын өзі де түсінген жоқ. Бірақ Хейлинг бір нәрсені анық біледі. Боджи жақында бәрін құтқарады. Қамалға қайтып оралған Дормыс пен Хукура ханшайымды көріп, жерасты әлемінің есігінің алдында не болғанын және Боджидің жаңа күші туралы айтып береді. Хейлинг барлық еркектерді Боджиға көмекке жібереді. Қараңғы түнекте отырып, Дайда әкесінің Миранжомен кездескен естелігін көреді. Көптеген жылдар бұрын патша босс мықты сиқыршыны шайқаста жеңіп өлтіреді. Солайша сиқыршының қызы Миранжо жетім қалады. Миранжоның анасы өте жақсы адам болды. Және өзін алдап жүрген адамдарды бір күні жақсы жолға түседі деп сенді. Бір күні 200 көршілері артық кетіп, әйелдің байлығына қол жеткізу үшін оны өлтіріп тастайды. Боджи ажалсыз рыцармен арғарай шайқасты, және ол өзіне байқамай соққы жіберіп алды. Боджиға көмекке Десхенің әскерлері келеді. Болып жатқан жағдайды тоқтату үшін Каги Айнаны сындырмақшы болды, бірақ Миранжо көлеңкені көндірді. Деспаның мақсаты да Миранжоның көзін құрту болды, бірақ ол алдымен Окенмен айналысу керек.
Екі рыцарь шайқасып жатыр, және үлкен капитан жерге құлады. Деспа Окенді өзі ғана жеңе алатынына сенімді болды. Бірақ інісі оны да бірінші мүмкіндіктен жеңіп тастады. Ұстазы үшін кек қайтармақшы болған Боджи жауға секіріп, оны бөлшектеп тастайды. Бірақ ажалсыздық күші оны қайтадан қалпына келтіреді. Қалпына келген сайын зұлымдығы мен күші көбейе береді. Окен кішкентай Ханзадамен шайқасудан шаршап, енді оны өлтірмекші болады. Сол кезде Ханзадаға көмекке Каги келеді. Ол өзінің денесін үлкейтіп, темір адамды жұтып қояды. Үлкен қылышымен темір адам көлеңкенің денесін жыртып шығады. Ол көлеңкенің үстін таптап өтіп, Боджиға келіп, оның денесіне қылышын тығып алады. Миранжо үнсіз қатып қалады, және бірнеше секундтан кейін ол айнадан жоқ болып кетіп, бір қылмыскердің денесіне енеді. Каги өлім мен өмір ортасында тұрады. Және Боджи Кагенің қалай өзеніне өтіп анасына қарай бара жатқанын көреді. Ханзада айғайлап досын тоқтатпақшы болды, бірақ ол естіген жоқ. Миранжо қайықты тоқтатады. Каги өлім мен өмір арасында тұрып ойланып қалады. Ол қатты сағынған анасына барғысы келеді, бірақ өзінің жақын досында қиындықта тастап кете алмайды. Каги анасына жұмысымның бәрін бітіріп, қартайған кезімде келемін деп уәде береді. Дайданың қолындағы қуыршақтың беті мен қолы пайда болып, сүйкімді қызға айналады. Солай жоғалып кетеді. Дайда қараңғылықта тағы жалғыз қалады. Ересек Миранжо өлгендер патшалығында өмір сүретін анасы мен патша босты көреді. Осы сәтте шын өмірде Окен бәрін қырып өлтіріп тастамақшы болады. Оны батырлар қоршап алып, байлап қайтадан жер әлеміне жібермекші болды. Бірақ ажалсыз Окенді жеңу олардың қолдарына келген жоқ. Боджи өз анасын көріп қатты жылайды. Және алып әйел Миранжодан мені өлтіретіндей саған не істедің деп сұрайды. Миранжоның анасы да менен бұндай зұлым қыз қайдан пайда болған деп түсінбей қалады. Бірақ Миранжо патша боспен бірге болу үшін бәріне де дайын. Тіпті сол үшін шайтанның оның жанын айнаға қамап тастауына да келіскен. Сыйқырлы жел оларды қараңғы түнекке алып кетеді. Және де Деспа Миранжоға енді не істеу керек екенін сен шешесің деп айтады. Ханзада оны жазалағысы келмейді, бірақ Миранжоның зұлымдығын тоқтату Ханзаданың міндеті. Рыцарь әскерлерді өлтіруді жалғастырады, ал қыз болса Дайдаға бұның бәріне айна кінәлі екенін көрсетеді. Боджи берілмей орнынан тұрады, және ақтық демі қалғанша шайқасуға дайын. Соғыс алаңына патша бос келеді. Ол бәрін ұшырып жібереді, оның арасында туған баласы да бар. Сосын жасыл жарықты қолданып бәрін емдейді. Патша Окенмен шайқасқа түседі. Дайданың кепіндегі патша бос Окенді мұжылап тастайды. Оны мұжып кішірейтіп, үлкен тастың ортасына салып қояды. Окенді жеңуге тіпті патшаның күші жетпейді деп Деспа қорқады. Төбелесін аяқтап болған патша бос айнаның алдына келіп отырып, бұндай зұлымдықтарды мен үшін істегенімді білем, сондықтан кешір дейді. Патша сол жердегінің бәрін ескертеді. Кім менен Дайданың денесін алғысы келсе, аяушылық күтпесін дейді. Ал егер маған бастарың дейіп, адал қызмет етсеңдер, бәрі бұрынғыдай болады деп уәде береді. Өзінің інісін ойлаған Боджи бұған келіспейді, және артына сенімді достар жинап, қылышын жоғарға қарай көтереді. Әкесі мен Боджи бірге бір шайқасқа шығады, және Боджи өз әкесін оп-оңай жеңіп тастайды. Қаншама жылдардан кейін бұндай жағдай алғаш рет болды. Баласының батыр болғанына қуанып, патша айнаға қарай еңбектеп барады. Айнаның қасына Боджи да барады. Миранжо Боджидан бәрі аяқталу үшін және Дайда денесін қайтару үшін айнаның сындыруын сұрайды. Боджи қылышын жоғарға көтерген сәтте айна сынып бөлшектенеді. Миранжо мен патша бостың жандары бір-біріне қосылып аспанға ұшады. Бірақ кенеттен шайтан пайда болып, Миранжоның жанын жұтып қояды, және шайтанның ішінен бұрынғы көрген баланы кездестіреді. Патша бос Дайдаға Миранжо мен ауылдан кеткеннен кейінгі өмірін көрсетеді. Патша бос қызды өлімнен құтқарады, және екеуі мыңдаған жерлерді аралайды. Бірақ Миранжо өскен сайын патша босқа деген сезімдері өзгере берді. Өскен сайын патшаның армандарын орындауды қалады. Патшаның сондай армандарының бірі әлемдегі ең мықты адам болу. Шайтан оның арманын орындайды, бірақ төлем ретінде ол Миранжоның жанын алады. Және келісім бойынша күшті ол туған баласынан ғана ала алады. Арада кішкентай ғана Боджи туылады. Сол кезде патша бос өзінің арманынан бас тартады. Бірақ тым кеш болды, патшаның денсаулығы нашарлап кетті. Миранжо патшадан екінші баланы туғызуын сұрайды. Бірақ патша ол баланы да жамандыққа қимады. Қыздың бүкіл арманы сол кезде жоғалып кетеді. Дайда есін жиып көзін ашады, және әкесінің даусын естиді. Әкесі оған айнадағы қызға қамқор бол деп айтып кетеді. Боджи әріптестермен шайтанды жеңбекші болды. Шайтанның басы Деспаның қолында болады, және басының орнына Миранжоны өмірге қайтар дейді. Дайда әкесінің құрбысын қолына көтеріп алып кетеді. Сынақтан өткен алғыс ретінде оған үйленуге ұсыныс жасайды. Деспа өзінің інісін емес, Миранжоны өмірге қайтарған үшін көңіл күй түсіп кетеді. Бірақ інісі оған уайымдама, көмекке мұқтаж адамды құтқар деп айтады. Десхе бауырының Окенді құтқармағанын біледі. Бірақ патша өзінің туысын кешіреді, және соғыста жеңгендері үшін оны марапаттайды.
Патшайым Хейлинг өзінің эмоциясын ұстап тұрды, бірақ шыдай алмай, екі баласын құшақтады. Патшайым көп адамдардың арасына Миранжоны байқап қалып, оның басын шабыңдар деп айтады. Бірақ Даида анасын тоқтатып, Миранжоны менің әйелім деп айтады. Жер асты әлемінің патшасы тесттен өтуге бара жатыр. Патша дәрежесін тексеру үшін. Патша Даида басынан өткен жағдайлардан кейін қатты өзгереді. Бәрі тынышталып қалған кезде Даида өзіне тиесілі тақты ағасына береді. Боджи өзінің патша бола алатынына сенімді болмады. Бірақ Каге Боджидің патшалығы үшін көптеген істер жасағанын есіне түсіреді. Қызметшілер көлеңкені қолдайды және Боджиді патша ретінде мойындап, оны аспанға лақтырады. Каге бұған қарап, мен енді Боджиға керек емеспін деп жай ғана тыныш кетіп қалады. Бірақ патша Боджи оның жоғалып кеткенін бірден байқап қояды. Патшаның барлық достары көлеңкені іздейді. Бірақ Дормус көлеңке өз еркімен кетті деп болжап біліп қояды. Боджидің достары үйлеріне қайтайын деп жатқан кезде жаңа қылмыскер пайда болып тасты екіге бөледі. Сосын Океннің басын кесіп алысқа көлге лақтырып жібереді. Патша Боджи өзінің міндетін дұрыс атқарады, бірақ Боджидің көңіл күйінің жоқтығы патшайымды уайымдатады. Ол досын жоғалтып алғанға әлі сенер емес. Каге жаңа парақтай жаңа өмір бастағысы келді, бірақ оны ешкім жұмысқа алмады, және ол тағы адамдардың зұлымдығына тап болды. Көлеңке өзінің досын қатты сағынады, бірақ патшалыққа қайтып оралуды Каге қаламайды. Қуанышқа орай Боджи досын өзі тауып алады. Боджи тақты інісіне берді, және де өзі жаңадан патшалық құрғысы келді. Бірақ патшалық құрмастан бұрын ол досымен әлемді аралап зерттеймін деп шешеді. Осымен анименің бірінші маусымы аяқталды, ал екінші маусымы әлі толық шыққан жоқ. Бұл аниме жайлы не ойлайсыз, пікір жазыңыз, және арнаға тіркеліп лайк басып, қазақ тілді арнаны қолдап кетіңіз.